Үнсіз жатқан тас түрілді, жарық түсті қара түнге. Өлім тізгін ұстай алмады, билік берілді мәңгі күнге. Тауларды бозатпасаң, қалағаныңдай мен, теңізді сен ашпасаң, алдында долданған. Егер жауап қатпасаң, жалбарынғанда мен, сенемін, сенемін, сенемін саған. İsa Құдайдың ұлы, жерге келді жарық болып. Жерге еңбек сыйлап, İsa өмір патшасы. Сәлеметсіздер ме біздің сүйікті тыңдаушыларымыз? Арнада әлемнің нұры, соңғы уақыттың үні каналы. Сіздермен біз Айнұр және Залия. аманшылық пен рақымшылық болсын сізге, құрметті тыңдаушыларымыз. Әр тыңдаған сөзіңіз жаныңызға азық болсын деген ниетпен біз бастаймыз. Айнұр, қалың қалай? Менде бәрі жақсы, керемет, рахмет, Залия. Достар, осы каналда біз Құдайдың сөзін талқылаймыз, куәліктер жазамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазып қойыңыздар. Біз сол сұрақтарыңызға жауап беруге қуанышты боламыз. Онда сыйынып бастасақ, Залия, сыйынып жібересің бе? Біздің сүйікті жаратушы иеміз, Құдай әкеміз, сенің алдыңа Иса Масихтың атымен келіп тұрмыз. Саған мыңда бір алғыс, сенің біз үшін жасаған құрбандығың үшін, және де осы күн үшін рахмет айтамыз. Қазірде осы біздің талқылауымызда бізбен және тыңдаушыларымызбен болшы, және келер рухыңды жіберші. Иса Масихтың атымен, аумин. Аумин. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сенбі және неке жайында болмақ. Алдыңғы подкастта біз кітаптың бірінші кітабы Жаратылыстың басталуының бірінші тарауын талқылаған болатынбыз. Көрмесеңіздер, соны көруге кеңес береміз, және бүгін біз соның екінші тарауын талқылауды жалғастырамыз. Залия, ендеше Жаратылыстың басталуының екінші тарауын оқиық. Иә, оқиық. Осылай аспан мен жер және ондағының барлығы жаратылды. 7-ші күнге Құдай өзінің жасаған істерін аяқтап, 7-ші күні жасаған бүкіл жұмыстарынан демалды. Құдай 7-ші күнді баталап, оны қасиетті етті. Өйткені осы күні ол өзінің жаратып жасаған барлық істерінен демалды. Міне, аспан мен жердің жаратылуы. Құдай жер мен аспанды жаратқан кезде жер бетінде ешқандай дала бұтасы мен дала шөбі өспеген болатын. Өйткені жаратқан ие Құдай жерге жаңбыр жауызбаған еді. Жер өңдейтін адам да жоқ болатын. Бірақ жер бетіне бұл көтеріліп, бүкіл жер бетін суарып тұрды. Сонда жаратқан ие Құдай жердің шаңынан адамды жаратып, оның бетіне өмір лебін үрледі. Осылай адам тірі жанға айналды. Жаратқан ие Құдай шығыстағы Едемде жұмақ бағын отырғызып, өзі жаратқан адамды соның ішіне орналастырды. Жаратқан ие Құдай көзге тартымды, жеуге жақсы әртүрлі ағашты өсіріп шығарды. Сондай-ақ жұмақтың ортасына өмір ағашын және жақсылық пен жамандықты танытатын ағашты өсіріп шығарды. Едемнен жұмақты суару үшін өзен ағып шығып, сосын 4 өзенге бөлінетін. Біріншісінің аты Пишон. Ол алтыны бар бүкіл Хауила жерін айналып ағады. Сол жердің алтыны жақсы. Сондай-ақ онда бдолых пен оникс тасы бар. Екінші өзеннің аты Гихон. Ол бүкіл құш жерін айналып ағады. Үшінші өзеннің аты Тигр. Ол Ассурдың алдынан ағып өтеді. Төртінші өзен Ефрат. Едем бағын өңдеп қорғау үшін жаратқан ие Құдай адамды алып сонда орналастырды. Жаратқан ие Құдай адамға былай деп өсиет етті:
сен бақтағы барлық ағаштан жейтін боласың, бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштан жеме, өйткені содан дәм татқан күні өлесің. Содан кейін жаратқан ие Құдай: адамның жалғыз болғаны жақсы емес, оған өзіне ұқсас көмекші жасап берейік, деді. Жаратқан ие Құдай топырақтан даладағы барлық жануарларды және барлық аспан құстарын жаратып, оларды қалай атайтынын көру үшін адамға алып келді. Адам әрбір тірі жанға қандай ат қойса, солай аталатын болды. Осылайша адам барлық малдарға, аспан құстарына және дала аңдарына ат берді. Бірақ адамға ұқсайтын көмекші табылмады. Содан жаратқан ие Құдай адамды қатты ұйқыға батырды. Адам ұйықтаған кезде Құдай оның бір қабырғасын алып, орнын етімен жауып қойды. Жаратқан ие Құдай адамнан алынған қабырғадан әйел жасап, оны адамға алып келді. Сонда адам: бұл менің сүйегімнен шыққан сүйек, тәнімнен шыққан тән, ол әйел деп аталады, өйткені еркектен алынған, деді. Сондықтан еркек әке-шешесін тастап, әйеліне қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Адам мен оның әйелі екеуі де жалаңаш болды. Алайда бұған ұялмады. Біз алдыңғы эпизодта талқылаған болатынбыз. Құдай 6 күн ішінде көк пен жерді, жануарларды, балықтарды, құстарды, шөптерді, жеміс беретін ағаштарды, адамды жаратты. Ал 7-ші күні өзінің жасаған істерін аяқтап, ол күні демалды. Айнұр, сен қалай ойлайсың? Сонда Құдай 6 күн бойы жаратып, шаршап қалып, тынығып алайын деп демалды ма? Жоқ, әрине. Біз оқығандай, Құдай сөз арқылы жаратты ғой, алдыңғы подкастта да соны айттық. Ол ешқандай физикалық күш салған жоқ. Тек бол деп айтты, сонда ол бола қалды. Сөзбен жаратқасын әрине шаршамайды Құдай. Бұл жерде демалды деп, ол сол 7-ші күні ештеңе істеген жоқ, яғни сол күнді тыныштыққа бөледі деген сөз. Яғни сол күні Құдай ғана емес, бәрі тыныштыққа бөлінетін күн. Айнұр, шынымен де солай. Сөйтіп Құдай бәрін жаратып болғаннан кейін 7-ші күні демалды, содан кейін оны жарылқады, оны қасиетті етті, сол күнге оң батасын берді. Сондықтан да 7-ші күн бұл ерекше күн, қасиетті күн, жұмыс жасамайтын күн екен. 7-ші күн ол қай күн, Айнұр? 7-ші күн сенбі. Оны біз Мысырдан шығу кітабының 20-ші тарауының 8-11 аяттарын оқысақ түсінетін боламыз. Сенбі күнді қастерлеу үшін оны есіңде сақта. 6 күн жұмыс істеп барлық істеріңді жаса. Ал 7-ші күн сенбі. Оны жаратқан ие Құдайыңа арна. Сол күні сен де, ұлың да, қызың да, құлың да, күңің де, малың да, үйіңдегі келімсек те ешқандай іс істеуші болмасын. Өйткені жаратқан ие 6 күн ішінде аспан мен жерді, теңіз әрі ондағының барлығын жаратып, 7-ші күні демалды. Сол себепті жаратқан ие сенбі күнге батасын беріп, оны қасиетті етті. Мұнда айтып отырғанымыздай 7-ші күн ол сенбі, және ол күні жұмыс жасамауымыз керек, ол күні барлық жұмыстарымызды қойып демалуымыз керек. Неге? Себебі ол күні Құдай демалды. Оны жарылқады, сондықтан да бізді ойлап, адам баласы да демалсын деп, оң заңдылықтың ішіне орналастырды. Бірақ Құдай оң заңдықты бермей тұрып, жаратылыс кезінде сенбіні 7-ші күнді жылқап қасиетті қылды. Бұл күн қасиетті болғандықтан Құдайдың күні деп аталып кетті. Сондықтан сол күні біз Құдаймен бірге болуымыз керек, Құдайдың үйіне, қауымға баруымыз керек, және сол күнді қасиетті қылып өткізуіміз керек. Бұл керемет емес пе? 6 күн жұмыс жасап келесіңде, толық бір күн сенбі күні ешқандай жұмыс жасамайсың, толық демаласың. Өзіңнің пісіретін тамағыңды да жұма күні толтырып пісіріп, ертерек үйді жинап, кіріңді жуып, дайындап қоясың да, сенбі күні рахаттан демаласың. Енді неге 7-ші күн ол сенбі? Неге жексенбі емес? Соны әуенді үзіндіден кейін білетін боласыздар.
Алысамын түкке тұрмас жансың деген ойлармен Лайықсыз деп ішкі дауысың қатады сабырмен Сансыз күдік торлап менің тұмшалайды санамда Ара жалап алшы мені жойшы жаман ойларды Сүйемін дейсің егер қорықсаң Сені мартисың егер қорықсаң Көтерем дейсің кенетсің Біргемін дейсің жалғыз сезінсең Сенімін Sözüne sevgilim Qımbat pulun көз алдыңда алтыннан да бағалы Тек өзіңмен жылынады жүректің табады Ақтарып мен бар сырымды жығыламын алдыңда Жеңісімде жеңілісім тек өзіңнің қолыңда Сүйемін дейсің егер қорықсаң Сенің артисың егер қорықсаң Көтерем дейсің кенет сүрінсең Біргемін дейсің жалғыз сезінсең Сенімін Бұл бір керемет сен айттың деген ән болды. Енді өзіміздің талқылауымызға қайтып оралатын болсақ, біздің бүгінгі күнтізбе бойынша 7-ші күн жексенбі күні, ал алғашынан бастап дұрыс күнтізбе бойынша 7-ші күн сенбі күні болатын. Қазіргі күнтізбе бойынша апта жексенбімен аяқталатын болса, бұрынғы күнтізбе бойынша апта сенбімен аяқталатын еді. Тіпті қазір мысалы Қазақстанда және басқа да мемлекеттерде аптаның атаулары үшін белгілі бір сөздер қолданатын болса, мысалы дүйсенбі дейміз, сенбі дейміз да, жексенбі дейміз, сейсенбі дейміз сөздер қолданады. Ал грек тілінде аптаның атаулары үшін сандар қолданылады екен.
мысалы дефтера, трити, тетрарти, пемпти деген сандар қолданылады екен. Яғни біздің дүйсенбі оларша дефтері деп аталады, яғни сөзбе сөз екінші деп аударылады. Біздің сейсенбі оларша трити, сөзбе сөз үшінші деп аударылады. Біздің сәрсенбі оларша тетрарти, төртінші күн деп аударылады. Біздің бейсенбі оларша пемпти, яғни бесінші деп аударылады. Содан кейін біздің жұма оларда параскеви, дайындалу дегенді білдіреді. Ал біздің сенбі оларша саббато, шаббат дейді бір жерлерде, және біздің жексенбі кирияки деп аударылады екен оларда. Яғни бұл Грекияда, грек тілінде де аптаның атаулары санмен жүреді, және де аптаның басы дефтері, яғни екінші күн деп аударылады екен. Тіпті Грекияның өзінде аптаның атаулары өздерінің сандарына сәйкес келмейді екен, өйткені аптаның басы дейтін бірінші күн деп аталу керек қой, ал оларда екінші күн деп аталып кетеді екен. Сондай-ақ кирияки деген құдай күні деп аударылады. Ал біздің жұма деген атауға олардың параскеви деген сөзі сәйкес келеді. Параскеви деген дайындалу дегенді білдіреді. Былайша айтқанда біз оны киелі кітаптан да көре аламыз. Адамдар, Исаның өзі де, шәкірттері де сенбіні ұстанған болатын, ол күні жұмыс жасамаған. Ал сол сенбі күніне дайындалу үшін оның алдындағы күн бізге жұма болып келеді. Сол күні олар сенбі күніне дайындалады екен. Сондықтан да біздің жұма күні грек тілінде параскеви, яғни дайындалу күні деп аталады екен. Біздің Қазақстан және басқа да мемлекеттер римдік күнтізбеге ауысып кеткен. Ол қалай болған десеңіз, сенбі қай кезден басталып өзгертіле бастады, соған көңіл аудару керек. Бірінші ғасырда 30-жүзінші жылдары біз жаңа айтқандай Иса және оның шәкірттері сенбіні ұстанған дедік. Сонда біз киелі кітаптан Луқа жазған хабардың 4-ші тарауының 16-шы аятынан оқи аламыз. Ол өзі өскен Назаретке келіп, әдеттегідей сенбі күні синагогаға кіріп, жазбаны оқу үшін орнынан тұрды дейді. Неге әдеттегідей деп жазылған? Себебі оларға сенбіні ұстану ол әдетке айналған. Сол арқылы біз білеміз сенбі ол өзгертілмеген. Екінші ғасырда 100-200 жылдары ежелгі Рим және Александрияда бұтқа табынған адамдар христиан дінін қабылдап, Исаның тірілу күнін есіне алу үшін жексенбіні өзгешелей бастады. Ал 3-ші ғасырда 200-300 жылдары жексенбінің күші ұлғая беріп, сенбінің беделі төмен түсе бастайды. 4-ші ғасырда 300-400 жылдары Рим императоры Константин 321 жылы 7 наурызда жарлық шығарады. Бұл жарлықта былай делінген: барлық сот төрешілер, қала тұрғындары және шебершілер құрметті күнге табыну күні демалу керек деген жарлық шығарады, яғни жексенбі күні. Бұл күн негізгі пұтқа табынушылық күн болған. Ағылшынша мысалы Sunday деп аталады, яғни күнге табыну күні. Бұл күні адамдар күнге табынған, және Рим императорда Константин ол пұтқа табынушы адам болған екен. Бірақ бір күні тарихтарда былай деп айтады, ол соғысқа аттанған екен және жеңіліп бара жатырған сол соғыста. Кейін аспаннан Исаның немесе Исаның анасының бейнесін көрген бе, бір деректерде солай айтқан. Және содан көмек сұрау арқылы ол жеңіске жеткен екен. Содан бастап ол христиан дінін қабылдап, христиан болып кеткен Константин. Бірақ өзі енді бұрын пұтқа табынушы болғандықтан, сол пұтқа табынушы дәстүрлерін христиан дініне енгізіп, араластырып жіберген екен христиан дінін. Және жексенбіде демалыңдар деп жарлық жасаған. Содан бастап жексенбі күшейіп кетеді. Ал 363-364 жылдары Лаудикийский собор 29 канонда былай делінген:
Христиандар сенбі күні демалып, яхудилер сияқты болмау керек, ол күні жұмыс жасау керек. Ал Құдайдың күнін құрметтеу керек делінген. Осы жерден бастап сенбінің безелі мүлдем түсіп кетеді, ал жексенбі құрметтеле бастайды. 5-6 ғасырларда сенбі тек шағын топтарда ғана ұсталынып жүрді, ал жексенбі көпшілік қауым мен мемлекеттік күш арқылы заңды түрде ұсталынатын. Бірақ адамдар қанша Құдайдың сөздерін алмастырғысы келсе де, өзгертуге тырысса да, жарылқанған күн ол сенбі күні болып қала береді. Құдайдың сөзі ешқашан өзгермейді. Жексенбі күннің ешқандай қасиеттілігі жоқ. Кейін біз оқимыз, басында жаңбыр болмаған, жер бетін су суарып тұрған болатын, адамды Құдай жаратады сөйтіп. Иә, Құдай адамды жердің шаңынан жаратып, оған өмір лебін үрлейді. Сонда адам тірі жанға айналады екен. Егер Құдай өмір лебін үрлемегенде адам жансыз өлік болар еді. Сондықтан да адамның жаны өздігінен ұшып жүре алмайды. Адамның жаны ұшып жүреді деген бұл қате тұжырым. Адам өлгеннен кейін ол адам өлген болып саналады. Ол тірілердің өміріне араласа алмайды екен мүлдем. Сөйтіп кейін Құдай Еден бағын отырғызып, адам баласын сонда орналастырады. Сол бақта өмір ағашын және жақсылық пен жамандықты танытатын ағашты өсіріп шығарады. Еден бағында 4 керемет өзен бар екен. Сосын не болды? Айнұр, жалғастырып кетсең. Құдай адамға бақтағы жақсылық пен жамандық танытатын ағаштың жемісін жесең өлесің деп ескертіп өсиет еткен еді. Осы жерден біз көре аламыз, иә, Құдай адамды өлімсіз етіп жаратқан. Ол кезде өлім деген болмаған. Кейін адамның жалғыз болғаны жақсы емес, көмекші жасап берейін деп, адамның қабырғасын алып әйел шығарып береді. Адам баласына андарға ат қойсын деп те алдын алып келген оқдық. Біз мына жерде Құдайдың сондай қамқоршы екенін, мейірімді екенін көріп тұрмыз. Адам үшін барлық жағдайды жасап қойған. Ол үшін бақты орнатты, оған сеніп, керемет Еден бағын өңдеу жұмысын беріп тапсырды, жалғыз болмасын деп көмекші әйелді берді. Сонда Құдай еркек пен әйелді қосып бір тұтас етіп қойған. Жаңа біз 24-ші аятта да оқығанымыздай, еркек әке шешесін тастап, әйеліне қосылады делінген. Яғни Құдайдың ойы бойынша жаңа отбасы ата-анасынан бөлініп, жеке отбасын құру керек. Және олар жалаңаш болған, бірақ ұялмаған жайлы жазылған. Сөйтіп Құдай жаратылыста 2 институт орнатқан, сенбі күні және неке. Құдай орнатқаннан кейін олар енді өзгертілмеу керек, өзгертілмейді де. Иә, шынымен де солай. Көбісі мысалы қазір неке қимай азаматтық некеде тұрып жатады, немесе некесін қимай-ақ қызын ұзатып жібереді ата-аналар. Сосын барып той жасайтын кезде екеуі бірге тұрып қойғаннан кейін барып некесін қиып жатады. Бұның барлығы дұрыс емес. Заңды түрде неке қиылу керек. Одан кейін ғана барып ер мен әйел бір-бірімен жақындасу керек, бірге тұру керек. Сонда ғана қарым-қатынастары жақындай түседі, жақсы Құдайдың батасын алады. Енді жексенбіні адамдар ойлап тапқандай да, осы азаматтық некені де адамдар өздері ойлап тауып алып отыр. Сонымен біздің сүйікті тыңдаушыларымыз, осылайша бүгінгі біздің талқылауымыз аяғына жетті. Біз Құдайдың сенбі мен некені орнатқанын үйрендік. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазсаңыз болады. Айнұр, енді өзіңіз сыйынып жіберсең. Иә, әрине, жаратушы иеміз, саған үлкен рахмет осы талқылауда сенімізбен бірге болып бізге көмектесіп жатқаныңа. Енді осы талқылауда айтылған сөздердің барлығы сенің шындығың, Құдайым. Сенің шындығыңды халыққа қабылдауға көмектес. Сенбі жайында да, неке жайында да өзің халыққа қабылдап, оны ұстануға көмектес. Бізге де ары қарай соны ұстана беруге көмектес. Бәрін Иса өзіңнің қолыңа тапсырамыз, өз атыңнан сұраймыз. Амин. Сүйікті тыңдаушыларымыз, бұл әлемнің нұры соңғы уақыттың үні каналы болды. Егер сізге киелі кітаптың талқылауы ұнаған болса, осы каналға жазып қойыңыз, лайк басыңыз және достарыңызбен сүйсінумен бөлісіңіз. Телеграмда киелі кітап талқылау курстары каналы бар, соған да қосылсаңыз болады. Келесі кездескенше достар. Аман сау болыңыздар. Жүректеріңізге сенім, өмірлеріңізге береке тілейміз.